Қайырлы күн көрермендер, қайырлы күн Тұран университетінің студенттері Абай білген танымдық ойынына қош келдіңіздер. Қазір үш команда өзара бақ сынайды. Командамыздың атауы жел үстінде жарғай. Команда мүшелері Өмірзақ, Жұмаш және Нұрбол. Біздің топтың аты Хакім Абай, және де мен топтың басшысы Сәрсенбай Аслан, Дінмұхаммед және де Балтабай Балжан. Сәлеметсіздер ме? Менің командамның аты Кемелой, топ басшысы мен Жетпісбаева Даяна, қатысушылары Тасыбай Сабина және де Апыз Асия. Ойынның ережесі өте қарапайым. Барлық командаға бірдей 15 сұрақ қойылады. Сұрақтар тек қана ұлы ақын Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылығына қатысты. Әр сұрақтың 4 жауабы бар. Сұрақтардың электронды нұсқасы смартфондарыңызда. Әр сұраққа 10 секунд уақыт беріледі, дұрыс жауапқа 10 ұпайдан қосылып отырады. Жеңімпаздар ұпай санына қарай анықталады. Дайын болсаңыздар ойынды бастаймыз. Бірінші сұрақ. 1912 жылы жазылған Алтын Хакім Абайға атты өлеңінің авторы. Мағжан Жұмабаев, Сұлтан Махмұд Тұрайғыров, Міржақып Дулатұлы немесе Мұхтар Әуезов. Шын хакім сөзің асыл баға жетпес, бір сөзің 1000 жыл жүрсе дәмі кетпес. Қарадан хакім болған сендей жанның, әлемнің құлағынан әні кетпес. Деген өлең жолдарын Мағжан ақын Хакім Абайға арнаған. Кемелой тобының жауабы дұрыс емес. Желсіз түнде жарығайымен Хакім Абай топтарының қоржынына 10 ұпайдан қосылды. Келесі сұрақ. Дүниеде сірә сендей маған жар жоқ деген жолдар ақынның қай өлеңіне тиесілі? Бұл атақты өлеңі бәріңіз білесіздер деп ойлаймын. Жауап нұсқалары: өлең сөздің патшасы, мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, ғылым таппай мақтанба, немесе жарқ етпес қара көңілім не қылса да. Жарқ етпес қара көңілім не қылса да, аспанда ай менен күн шағылса да, дүниеде сірә сендей маған жар жоқ, саған жар менен артық табылса да. Ақынның махаббат туралы жазылған лирикасы 1889 жылы. Желсіз түнде жарығай тобы дұрыс жауап берді, жарайсыздар. Келесі сұрақ. Мына афоризмдердің қайсын Хакім Абай айтқан? Шәкіртсіз ғалым тұл, адам баласын бауырым деу жүрек ісі. Шаршау тәннен емес мидан басталады. Жақсы әйел ері ұялар іс қылмайды. Тіл ұлттың жаны. Дұрыс жауабы: шәкіртсіз ғалым тұл, адам баласын бауырым деу жүрек ісі. Үш топта дұрыс жауап берген жоқ. Келесі сұрақ. Хакім Абай айтқан 5 асыл іс бәріңіз білесіздер деп ойлаймын. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым, жылы сөз, қайрат, қайырым, мейірім, ғибрат, маржан сөз, ақыл, зейін, білім, жәрдем, немесе ар-ождан, ғылым, жомарттық, биязы, мінез, көркем сөз. Дұрыс жауабы: талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым. Желсіз түнде жарығаймен Кемелой топтары дұрыс жауап берді. Келесі сұрақ. Хакім Абай айтқан 5 дұшпан: тәкаппар, енжар, ұры, өтірікші, көк долы, тойымсыз, ашкөз, сотқар, жалқау, надан, кербез, күндес, қызғаншақ, сатқын, мансап, құмар, немесе өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ. Дұрыс жауабын әрине бәріңіз білесіздер. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ. Бәрекелді, 3 топта дұрыс жауап берді. Келесі сұрақ. Мал, мақтан, ғизат, құрмет адамды өзі іздеп тапса, адамдықты бұзбайды. Қай қара сөзі? 38-ші, 41-ші, 18-ші немесе 9-ші. Білсеңіздер, дұрыс жауабын белгілей беріңіздер. 38-ші қара сөз екен. Білмесеңіздер, келесі жолы біліп жүретін боласыздар. Хакім Абай тобының жауабы дұрыс емес. Абайдың ойынша ыстық, қайрат, нұрлы, ақыл, жылы жүректі бұзатын не нәрсе? Пайда, мақтан, әуесқой, немесе ашкөздік, жемқорлық, немесе қатыгездік, екіжүзділік. Дұрыс жауабы: пайда, мақтан, әуесқой екен. Бұл жолы Кемелой тобы қателесті. 8-ші сұраққа көшеміз. Қайта кірер есікті қатты серппе жарқынау қай өлеңнің жолдары? Ішім өлген, сыртым сау, 8 аяқ, қыз, түлкі мен қарға. Дұрыс жауабы: ішім өлген, сыртым сау.
Хакім Абай тобы қателесті. Келесі сұрақ. Абайдың жаңылтпаш сарындағы өлеңі рақым шалға, тоты құс түсті көбелек, бойы болған немесе 8 аяқ. Абайдың жаңылтпаш сарындағы өлеңі. Дұрыс жауабы бойы болған. Бойы болған сөзі жылман, кімді көрсем мен сонан, бетті бастым, қатты састым, тұра қаштым жалмажан. Жарайсыздар, 3 топта дұрыс жауап берді. 10-шы сұрақ. Құнанбай қажының ел арасындағы лақабаты. Ақ мырза, әділ мырза, әділ би немесе тура би. Дұрыс жауабы. Құнанбай билік айтқанда, мынау би, мынау жуан, мынау аталы деп оларды ажары мен мансап дәрежесіне қарамайды. Тек істің ақ қарасына қарайды екен. Сондықтан ел Құнанбайды әділ мырза атап кеткен. Хакім Абай мен Кемелой топтары дұрыс жауап берді. Келесі сұрақ. Абай шығармалары мен әндерін халық арасына таратушы өнер саңлағы. Ақан сері, Біржан сал, Жаяу мұса немесе мәди. Абайдай тумас адам сөзге зерек. Зейіні түпсіз дәрия, көзің жетпес деп жырлаған. Біржан сал, Қожағұлұлы Хакім Абайдың замандасы болған. Хакім Абай тобы дұрыс жауап берді. Жарайсыздар. Келесі сұрақ. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Абайдың қай өлеңі? Қыс, жаз, күз немесе көктем? Бәріңіз дұрыс жауап береді деп ойлаймын. Абай қыстың кескінінде аса шеберлікпен суреттеген үскірік бораны бұрқырап тұрған қысты рақымсыз адам бейнесінде ұқсатады. Дұрыс жауабы әрине қыс. Бәрекелді, 3 топта дұрыс жауап берді. 13-ші сұрақ. Абайдың лақабаты. Телғара, Телжан, Қарабала, Ақын бала. Абайдың шын есімі Ибрахим. Ұлжан еркелетіп Абай деп атап кеткен. Ал жеңгелері кім деп атаған? Телғара деп атаған екен. Құнанбайдың 3-ші әйелі Айғыздың балаларымен тел өсіп келе жатқан Абайды жеңгелері Телғара деп атап кеткен. Хакім Абай тобы дұрыс жауап берді. Қоржындарыңызда плюс 10 ұпай. 14-ші сұрақ. Абайдың ең алғашқы ұстазы Ғабитхан Хабдыназарұлы, Қамараддин Хазірет, Ғабдул Жаппар ұстаз, Ахмет Риза молда. Сіздерге кішкене көмегім болсын. Негізі 4-еуі де Абайдың ұстазы болған, бірақ ең алғашқы ұстазы кім? Дұрыс жауабы Ғабитхан Қабдыназарұлы. Ғабитхан Қабдыназарұлы Ескітап мектеп медресесінде 7 жастағы Абайды алғаш оқытқан татар ұстазы. Желсі үстінде Жарығай және Кемелой жауаптарыңыз дұрыс. Жарайсыздар. Соңғы сұрақ. Жиналамыз соңғы сұрақ. Абайдың шығыс ақындарына еліктеп жазған 3 шумақ өлеңі. Юзи раушан, көзі гаухар, тотнама, шахнама, фархат шырын. Атауы айтып тұр. Шығыс ақындарына еліктеп жазған. Әрине, Юзи раушан, көзі гаухар. Тотнама Науаидікі, шахнама Фирдаусидікі, фархат шырын Низамидікі, Юзи раушан, көзі гаухар Абайдікі. Кемелой тобы дұрыс жауап беріп, Хакім Абай тобын басып озды. Ойынды қорытындылаймыз. Абай білген танымдық ойынның бүгінгі жеңімпазы Желсіз түнде Жарығай тобы 15 сұрақтың 10-на дұрыс жауап беріп, 100 ұпаймен бірінші орынға шықты. 90 ұпай жинаған Кемелой екінші орында. Хакім Абайдың да нәтижесі жақсы, 80 ұпай жинап, 3-ші орын иеленді. Құттықтаймыз. Қатысушыларға Тұран университетінің атынан арнайы сыйлығымыз бар. Мен бір жұмбақ адамын, оны да ойла деп аталатын Абайдың шығармалар жинағы. Қабыл алыңыздар, бұл кітап Абайды тереңірек тануға көмектеседі деген ақ ниетпен өздеріңізге ұсынамыз. Абай білген зияткерлік ойынның бүгінгі жеңімпаздары мен қатысушыларын марапаттау үшін Тұран университетінің әлеуметтік және тәрбие жұмыстары жөніндегі проректоры Герасимова Наталья Сергеевнаны ортаға шақырамыз. Құрметті студенттер, ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбаевтың 180
жылдығы толуына байланысты викторинаға қатысу үшін сіздерді құттықтаймыз. Енді оқу сабақтарына тек қана табыс тілеймін, шығармашылық жетістік тілеймін. Ал енді Абайдың сөзі әрқашан сіздерге нұр болсын. Егер сен мақсат іздеп күндер өткізсең, өмірлік жолды таңдап үлгермесең, есіңде болсын Тораның есігі ашық әрдайым. Ақылы мен шабыты бар жүрекке, Есіңде болсын Тораның есігі ашық әрдайым. Ақылы мен шабыты бар жүрекке.